Страна начинается с людей труда. Мы – люди труда. Инженерлер, операторы, технологтар, конструкторы, жұмысшылар. Молодые специалисты. Біз өндіріске күн сайын тек жұмыс істеу үшін ғана келмейміз. Мы создаем экономику. Біз тұрақтылықты нығайтамыз. Мы строим будущее наших детей. Біз прогресстің тек машиналармен, роботтармен шектелуіне сенімдіміз. Это уважение к человеку. Это защита прав работников, безопасность, достойные условия, социальные гарантии и возможности для роста. Справедливость – основа устойчивого общества. Ұсынылып отырған жаңа конституция жобасы ашықтық пен жауапкершілікті арттыруға бағытталған. Для бизнеса это означает защиту инвестиций и стабильность. Ал азаматтар үшін бұл кепілдік берілген құқықтар, әлеуметтік әділеттілік және болашаққа деген сенімділік. Тек осындай жағдайларда ғана өндіріс дами алады, жаңа жұмыс орындары құрылады және адамдардың әл-ауқаты артады. Мы, как граждане своей страны, поддерживаем новую Конституцию Республики Казахстан, поддерживаем курс на развитие и обязательно примем участие в референдуме. Сіздерді референдумға қатысып, өз ұстанымыңызды білдіруге шақырамыз. Дауыс беру әрқайсымыздың ел болашағы үшін жеке жауапкершілігі.